Мен Жазира Тайбекова, сіздермен бірге нарын сорпа пісіретін боламыз. Осылай етті алып қазанға салып су құямыз. Бізге керекті заттар: тұз, су, ұн. Суымызды алып ыдысқа құямыз. Тұзымызды алып суға жақсылап араластырамыз. Тұз ерігенше араластырамыз. Мен осылай 250 грамм ұнды електен осылай өткізіп алдым. Сіздерде електен өткен ұн болса, өте жақсы, қоса беріңіз. Ұнымызды осылай жақсылап араластырып, қамыр жасайтын боламыз. Тым қатты емес, тым жұмсақ емес, осылай орташа қамыр шығады. 15 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Қайнап шыққан сорпамыздың көбігін алатын боламыз. Жақсылап көбігін аламыз. Бізде ет тұздалғандықтан, осылай сорпаның дәміне қарай тұз салатын боламыз. Холодильниктен қамырымызды алып, осылай екіге бөліп, жаюға дайындаймыз. Қамырымызды екіге бөліп, жақсылап домалақтап алдық. Енді біреуін алып, жаямыз. Сіздерге қалай жайған ыңғайлы, солай жая беріңіздер. Мен осылай жаямын қамырды. Бір қолымда қамыр, бір қолымда оқтау ыңғайсыз болып кетті. Осылай жаямыз. Қамырымызды алып, осылай екі қолмен жайған ыңғайлы болған соң камераны қойдым. Осылай екі қолмен әдемілеп ұн себіп жаямыз. Қамырымызды жұқартып, дөңгелек пішінде жаямыз. Мен қамырды осылай орап жаямын. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай жайсаңыздар болады. Менде осындай жұқа қамыр шықты. Қамырымызды осылай дөңгелетіп алдық. Енді бір-бірінің үстіне тастап, мәнтіге қалай жасаймыз, бұған да дәл солай жасайтын боламыз. Мен осылай қамырымызды алып, 4 бөлікке бөліп алдым. Сіздер қалай бөлсеңіздер де өздеріңіздің еркіңізде. Осы бөлінген қамырларымызды алып, бір-біреуден үстіне үстін қойып, жайып шығамыз. Қазір көрсетемін. Бір қолымда телефон болғандықтан осылай жайып жатырмын. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай жая берсеңіздер болады. Қамырларымызды осылай бір-бірінің үстіне жайып алдық. Енді бұны бөлетін боламыз. Енді бұны 3-ке бөлеміз. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша бөле аласыздар. Бөлінген қамырларымызды 5 минутқа суға салып, қайнатып, жайып шығамыз. Осылай жайылған қамырларымызды алып, май жағып, осындай ыдысқа бет-бетіне қоямыз. Осылай қойып шықтық. Енді қайнаған етімізді алып, осындай измельчительдің көмегімен майдалайтын боламыз. Сіздерде қолмен тұрасаңыздар болады. Бізде осындай құрал болғандықтан 5 минутта майдалап шықты. Өте керемет құрал. Алсаңыздар болады. Піскен етіміз осылай майда болып майдаланып шықты. Дәмі өте керемет.
ыдысқа салған қамырымызды алып турайтын боламыз. Майдалап тураймыз. Турап болған қамырларымызды осылай майдаланған етпен араластырып аламыз. Бізде осындай нарын шықты. Жесеңіздер өте дәмді, ауызда еритін нарын болып шықты. Осылай сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай әрі түскі асқа, кешкі асқа тойымды тамақ. Кешкі асқа осылай ыдысқа салып берсеңіздер болады. Нарындар дайын болыпты. Дегустация қылып көрейік сіздермен бірге екен. Бисмиллахиррахманиррахим. Күшті болыпты. Каналды қолдап, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер.